Ескерту: халық емін қолдамас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып киви. Ағзаға пайдасы мен зияны. Кивидің артықшылықтарымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар. Оның адам ағзасына пайдасы мен зияны қандай? Бұл жайлы бүгінгі видеомызда толығырақ түсіндіріп өтеміз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Кивиді халықта витаминдер қоймасы деп те атап жатады. Орта пішіндегі киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға өтейді. Бұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және басқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар, С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ, киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Киви жемісінің құрамында серотонин өте көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Тағы да айта кететін жайт. Киви жемісінде құрамында магний мен калий бар. Екі кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларына алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар, кивиді тұтынғанға жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви жемісі тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден және демігуден арылтады. Киви жемісі көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетін айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдарын зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан, оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Сондай-ақ, кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетінің кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Киви жемісі адам ағзасында рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдардың аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алу үшін қолданылады. Киви жемісінің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі мен аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, ісінуден бөлек, кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Тамақтанудағы кивидің пайда болу тарихы. Киви актинида деп аталатын шөптес жүзімнің жемісі. Ботаникалық тұрғыдан киви езіктер болып саналады. Бірақ көпшілігі әлі күнге дейін оларды жемістер деп атайды. Лиана Қытайдан шыққан. Бастапқыда қышқыл және өте кішкентай жемістер болады. Олар қытайлық шеңберлер деп аталады. 20 ғасырдың басында бағбан Жаңа Зеландияға киви жемісін әкеледі. Ол өсірумен айналысып, барын болған 30 жыл ішінде ол бүгінге біз білетін үлпілдек, тәтті және шырынды кивиге ие болады. Бұл жемістердің атауын сол бағбан береді. Өйткені олардың аттас киви құсына ұқсастығы. Ол Жаңа Зеландияның символы. Дөңгелек және үлпілдек денесі бар актиндия жемістеріне ұқсас. Киви екінші ең танымал тропикалық жеміс. Одан кейін ананас. Кивидің негізгі жеткізушісі қазір Жаңа Зеландия мен Италия. Кивидің медицинада қолданылуы. Жеміс қышқылдарды мен антиоксиданттардың көп мөлшеріне байланысты киви косметологияда пилингтер мен маскалардың құрамдас бөлігі ретінде белгілі. Киви теріні тазартады және өлі тері жасушаларын кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ, бұл жеміс теріні қатайтуға және жасартуға көмектесетін табиғи коллагенді қамтиды. Киви құрамында белоктардың сіңуіне жақсартатын актинидин заты бар. Сондықтан, киви немесе оның сығындысы ас қорыту жақсарту үшін әсіресе ет немесе сүт өнімдерін көп жегеннен кейін ұсынылады. Сондай-ақ, киви жемісі қанды сұйылтатын аспиринге табиғи балама болатыны дәлелденген. Киви қан ұйғыштардың пайда болу қаупін азайтады. Бұл жүрек және қан тамырлары ауруларына пайдалы. Кивиді қалай таңдауға және сақтауға болады? Піскен киви қатты, бірақ жұмсақ, терісі әжімсіз және жарықтарсыз. Жеміс тым жұмсақ болса, дымқыл дақтар бар. Содан кейін киви өте піскен және нашарлай бастады. Ал қатты жемістер әлі піспеген. Бұл кезеңде ол қышқыл және дәмсіз болады. Киви ұзақ мерзімді жеміс емес. Бөлме температурасында піскен киви 5 күн ішінде нашарлауы мүмкін. Тоңазытқышта сақтау мерзімін ұзартуға болады. Бұған дейін жемістерді жуудың қажеті жоқ. Содан кейін оларды шамамен 2 апта бойы жатып қалады. Сіз сондай-ақ жасыл киви сатып ала аласыз. Олар тоңазытқышта бірнеше ай бойы бұзылмайды. Қолданылар алдында олардың пісуіне рұқсат етіңіз. Алма немесе бананмен бірге қағаз пакетке орап, бөлмеде бірнеше күн қалдырыңыз. Басқа жемістердің бөлінетін этилен пісуді тездетеді. Бізді назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.